Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге қамыры жай ғана судан тұратын өте жұмсақ болып шығатын самса дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, тұз салып араластырамыз. Алмау тұзын құямыз, тағы араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз орташа жұмсақ болып иленуі қажет, яғни тым қатты не тым жұмсақ болмауы керек. Осы қамырымызды енді бетін пищевая пленкамен не болмаса пакетпен жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Мен мұнда қамырымды 3 бөлікке бөліп алдым. Әрқайсысын пакеттерге салып қойдым. Енді бірінші қамырымызды алып, жақсылап чұқайтып жаямыз. Қамырымызды барынша чұқай етіп біркелкетіп жайып болғаннан кейін арасына ұздап ұн сеуіп жинап қоямыз. Дәл солай екінші не үшінші қамырды чұқағып жаямыз. Екінші қамырды жайып болғаннан кейін оны да бүктеп жинап қоямыз. Үшінші қамырымызды жайып болғаннан кейін үстіне ерітілген маргаринді құямыз. Ол маргаринді жағып шығамыз қамырдың үстіне. Жағып болғаннан кейін жинап қойған екінші қамырымызды үстіне жаямыз. Тағы да май жағамыз. Үшінші қамырымызды жайып, тағы да маргаринімізді жағып шығамыз. Маргаринді таңдаған кезде барынша сапалы маргарин алыңыздар, өйткені самсаның жұмсақ әрі қатпарлы болуына тікелей маргаринге байланысты. Мен өзім 72% маргаринді қолданамын. 60% маргариннің құрамында артық суы көп болады. Қамырымызды дәл осылай орап шығамыз. Енді осы дайын орап шыққан қамырымызды 2-3 сағатқа не болмаса түнге холодильникке қойып қоямыз. Енді фаршымызды дайындаймыз. Менде мұнда туралған еттің, құйрық майдың үстіне пиязды салып, специя салып араластырамыз. Мінекей қамырымыз дайын, мен бір түнге қойдым. Енді осы қамырды өзіңіз қалауынша үлкен немесе кіші қылып бөліп алсаңыздар болады. Дәл осы рецепт бойынша осы самсаның қамырынан көлеміне қарай 30 не 40 самса шығаруға болады. Осылай мінекей бөліп аламыз және үстінен басып қамырымызды жая береміз. Енді осылай аздап ұн сеуіп, жеке-жеке жайып, сіздерге самсаның 10 түрлі түйу әдісін көрсетемін.
Мінекей енді самсаның 10-шы түйу әдісі. Енді осы самсаның үстіне бір дана жұмыртқаға 1 шай қасық айран қосып бетіне жап шығамыз. Осы самсалардың қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, самсамыз өте жұмсақ, керемет болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.